Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай шоколадты печеньенің рецептімен бөлісемін. Бір жұмыртқа мен қантымызды бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Осы қоспамыздың үстінен жұмсақ сары май және шым-шым тұз қосып, тағы да араластырып аламыз. 250 грамм ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Печенье 15-20 минутта піседі. Қамырымыз біріккен соң үстінен шоколадты қосып, тағы да бір илейміз. Міне, бізде қамырымыз дайын. Осыны өз қалауларыңыздағы формада пісірсеңіздер болады. Мен осылай кішкене орташа көлемдегі шариктер жасап алдым. Печеньеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдау білдіргендеріңізге рахмет.